Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 33 сабағы өзіңді тексер тақырыбы. Бірінші жаттығу: өлеңді оқы және оның не туралы екенін айтып бер. Дамысын деп қазағым, бұрам көптің назарын. Компьютерге сан түрлі бағдарлама жазамын. Мен ақылды баламын, таудай үлкен талабым. IT деген саланың мамандығын аламын. Өлеңнің авторы Саят Қамшыгер. Қазағым, талабым сөздеріндегі қосымшаны алып тастап жаз. Не байқадың? Балалар, IT деген ақпараттық технология деген мағынаны білдіреді. Қазағым, талабым сөздеріндегі қосымшаны алып тастағанда қазақ, талап деген сөздер шығады. Сөз соңындағы қ, п дыбысынан кейін дауысты ы дыбысы келгендіктен қ дыбысы ғ-ға, п дыбысы б-ға айналған. Келесі екінші жаттығу: көп нүктенің орнына н, ың әріптерінің тиістісін қойып көшіріп жаз. 10 жастағы Нұржанның Бекжан атты ағасы бар. Ол 6 сыныпта оқиды. Олар үнемі бірге ойнайды. Бекжан шабандоз бала. Ол талай бәйгеде жүлде алған. Осылайша балалар көп нүктенің орнына н, ың тиісті әріптерін қойып, көшіріп жазып алыңдар. Келесі үшінші жаттығу: дұрыс тасымалданбаған сөздерді тап. Балалар, бізде дұрыс тасымалданбаған сөздер ол қоңырау, қайың, мейірім сөздері. Енді осы сөздерді дұрыс тасымалдап жазайық. Қоңырау, қоңырау. Қайың, мейірім, мейірім. Мінекей балалар, бұл сөздер осылайша тасымалданып жазылады. Келесі 4-ші жаттығу: диалогтерді алғыс сөздермен толықтырып жаз. Біздегі алғыс сөздер рахмет, көп жаса. Ендеше балалар, осы сөздермен диалогтерді толықтырып жазайық. Ата, мына орынға отырыңыз. Рахмет, қарағым. Әже, сөмкеңізді беріңіз, мен көтерейін. Көп жаса, айналайын. Келесі 5-ші жаттығу: берілген тірек сөздерді пайдаланып, алғыс тақырыбына әңгіме құрастыр. Бұл жерде тірек сөздер балалар, мектеп, әжей, ауыр сөмке, көмектесу, риза болу, алғыс айту. Ал ендеше балалар, осы тірек сөздерді пайдаланып, алғыс тақырыбында әңгіме құрастырып жазайық. Алғыс. Балалар мектептен келе жатып, қолында ауыр сөмкесі бар әжейді көрді. Балалар әжейге көмектескісі келді. Олар әжейдің сөмкесін көтеріп, үйіне жеткізіп тастады. Әжей балаларға риза болып, алғыс айтты. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар.